отырмыз кіммен десеңіздер, Тамарамен. Давно мы с ней не виделись. 2 месяца, да? Да, где-то 2 месяца. Наконец-то увиделись, Зухра занятая, как обычно. Все, спасибо, что нашла время. И Жаном, у Тамары шикарная новость. Я вам чуть позже расскажу об этом. Просто шикарная, бомбическая новость. Қанша адамдардың сұрап жүрген информациясын бүгін айтам. Ал қазір біз отырып, өзіміз әңгімелесіп, креветкемізді жеңдеп отырмыз. Ас болсын бізге. Приятного аппетита. Красотка, жаным. Жаңа сіздерге айттым ғой, Тамараның күшті жаңалығы бар деп. Тамара білесіздер, күшті шампуньдар сататын. Сол шампуньна акция жасап жатыр екен, 50% білесіздер ғой. 500 миллилитрлығы 4800 болған, ал жаңағы үлкен 1 литрлығы 800 миллилитр, да? 800 миллилитрлығы 5800 теңге болған. Қазір акциямен 50%-лық бағасы. Қазір бағасы 3500 теңге и 3200 теңге. Это мега акция, 50% скидка болады специально Зухраның оқырмандарына. Я мен мынаны ести салып өзіме заказ бердім. Фиолетовый, бежевый на заказ беріп отырмын. Сол енді заказымды күтіп. Я могу... Біз шордекетіне осындай жаздық топтамадағы сәнді көйлектер келіп түскен екен, бағасы бар болғаны 5900 теңге тұратын бұл көйлектің размерлары стандарт. 42-ден 46-ға дейін және де қандай түстер бар десеңіздер, осы көрсетілген розовый түсі бар екен, өте жеңіл, объемсыз қолдарымен, осындай қоңырқай түсі бар екен және де көзіме ерекше түскен қара түс. Корей стиліндегі ерекше двойкасының де бағасы бар болғаны 4300 теңге стандарты размерде 42-ден 46. Дүкенге жазып топтамадағы 4900 теңге стандарттық размердегі осындай көйлек келген екен. Размері 42-ден 46-ға дейін. Және бұл көйлектің іші астарланып жасалған екен, қолдары қысқа. Бағасы 4500 теңге тұратын бұл двойканың размерлары стандарттық. Осындай жакетімен, жилетінің получается белі қысқа екен. Тағы жалғастырып көрсете кетейін, үстіндегі бұл двойка брючный костюм екен, оказывается брючный рубашкасымен двойка. Повтормен үстіндегі двойка келген екен, полностью усыпаны стразами. 5500-дің сүп-сүйкімді көйлегі. Ой, қалайсыздар, ужасно, Ерасыл әлі дұрыс болмады. Жолда үйге кетіп бара жатып, дәрілерін алайық деп келе жатырмыз. Ерасыл жүр кеттік. Жон, ау? Жоным, бас киімін көтеріп кеш, бұрды қан. Короче, кеше кішкене температура жеткен сияқты болды. Дайте таблетки. Қазір. Тұрмыз, потому что отравление, білмеймін, құс-құсыге прям ужасно алып тұр. Ашимованың бойында офисі Биохаяттың бұл жерде барлық витаминдер бар. Бүгін қазір біз Ерасылға жаңағы бізде уже біраз уақыт болған бітіп қалғанына. Бермес үшін түрлі жаңағы деп офисында қараңыздар. Бүгін Каспий жұмамен Биохаяттың осы детский витаминдерін алып үлгеріңіздер. Кімді көріп қалды десеңіздер, Дильназды көріп қалдым. Осы Биохаятта жұмыс жасайды екен, оказывается, Дильназ. Так, көзім туралы сұрап жатқандарға айтып кетейін, енді біраз уақыттан бері дайрекке көп адам жазып жатыр, көрмейді емес, көріп жатырмын. Менің бір көзім, мына көзім жұмылған кезде отставать етеді кішкене. И былай көтерген кезде, видите, нақасым кішкене сәл төмен. Бірақ бүгін мен неврологқа барып тексерілдім. Сонымен Қолайында клиникасына барып, Гүлмира Бақтығынамен тоже консультацияға бардым. Сонымен айтады, ол тканьдардың восстановлениясына байланысты дейді. Сол енді мына бастапқыда вообще жұмылмайтын еді, қазір жұмылады міне. Бірақ кішкене сәл-сәл бір стористарда байқалады, кішкене отставать ететіні. Сол упражнениялар жасау керек деді. В принципе, бір жарты жылдың ішінде барлығы восстановиться етеді. Сіздікі нервтарыңыз поврежденный емес деді, ондай связь потерянный емес екен, оказывается. Сол